Bismillahirrahmanиррахим. Қосылыңыз эфирге. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Сәлем. Сәлем сөздің анасы демекші, бірінші сәлемдесіп алайық. Сәлем негізі ол жақсы ғой. Сәлемдеспейтін адамдармен сөйлескім де келмейді. Мен сондай бір жаман дейміз ба, бір сондай бір привычкам бар, әдетім бар. Кім амандаспайды, сөйлеспеймін. Өйткені амандасу ол құрмет қой. Амандасу ол құрмет. Бірінші өзіңе деген құрмет. Сосын басқа адамға деген құрметің ғой. Андай амандасу жоқ, басқа жоқ, сөйтіп сөйлесетін адамдарға өкінішке орай дейсің да. Ол бір невоспитанность сияқты ма бірдеме ғой. Енді эфирімді бастайын. Сәлеммен бастадым. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Алтынай, коуч, психолог. Бүгінгі эфир, бүгінгі сабағым менің күшті нәрсеге арналады. Өзім мәз болып отырмын. Өйткені адам өзінде не бар, соны береді екен. Адам өзіндегі жоқ нәрсені бере алмайды. Мысалы қараңыз, үнемі шағымданатын адамдар, жылап жүретін адамдар, кінәлап жүретін адамдар, өсек айтатын адамдар, тағы не? Сондай уын шашыратып отыратын адамдар іштерінде бір боль да, им плохо. И соны бөлсет, соны айтады, соны бет шығарады. Что на уме, то и на языке дейді. Орысша сондай сөз бар, керемет. Басында не бар, сол тілінен шығады ғой. Сондықтан да адам өзінде не бар, соны бөлсет. Ал енді қарама қайшысы, жаңағы адамға полный противоположный, яғни қарама қайшысы. Үнемі алғыс айтып жүретіндер бар. Үнемі комплимент айтып жүретіндер бар. Үнемі жақсы сөздерін айтып жүретін, позитивті, сондай көңіл күйлері керемет, сондай бір адамдар болады. Бір күннің нұры секілді, бір шуағы секілді. Сондай адамдар, значит, олардың ішінде, яғни ішкі әлемінде жақсы состояниясы жақсы, көңіл күйі жақсы деген нәрсені білдіреді. Яғни махаббаты бар, мейірімі бар, қуанышы бар, жақсылығы бар. Сол нәрсемен бөліседі. Не бар, соны береді ғой. Не бар, соны береді. Енді, достар, мен сіздерге мынандай нәрсемен шығып жатырмын. Бүгінгі эфир жай ғана шақыру, близкий кругыма шақыру, менің жақын ортама шақыру, яғни шақыру эфирі. Кім өскісі келеді, кім дамығысы келеді, кім жаңа уровеньге, яғни жаңа деңгейге шыққысы келеді, состояниясын жақсартып, ескі жаман әдеттерден арылып, жақсы әдет қалыптастырып, ойлау жүйесін дамытып, өзгертіп, ойын, сөзін, өмірін өзгерткісі келетіндер, дамығысы келетіндер, реально өскісі келетіндер бар ма? Сондай адамдарға мен іздеу салам. Сондай адамдарды іздеп жатырмын. Сондай адамдарды близкий кругыма, яғни жақын кругыма қосқым келеді. Өйткені бөліскім келеді. Бөлісіп, айтып, жеткізіп, былайша айтқанда, техникалармен, әдістермен. Әрине бұл опыт. Біріншіден тәжірибе. Тәжірибені ақшаға сатып ала алмайсың. Тәжірибе ол өмірмен, уақытпен келетін нәрсе ғой. Осы тәжірибені, білімді тәжірибені, техникалар, методтар, әдістер,
вот осы нәрсені паш еткім келеді, бөліскім келеді. Енді мынандайда адамдардың категориясы бар, түрі бар да, әр түрлісі бар. Мысалы, бір адамдарға, мен өзімнің жақындарымда да бар ондай, араласатын, жалпы. Мынандай бар, мынандай істеші, мынандай техника бар, мынандай әдіс бар, состояниені жақсартатын, өміріңді жақсартатын депші, бұл жаңа уровеньге шығаратын сен десем. Я дейді да, жасамайды ғой. Жасамайды, ешқандай бір несі да жоқ, талпынысы да жоқ, бір сондай да, сөзім андай текке кетті дейсің да. Сөзім, опытым, тәжірибем, білімім, ай, мынаны жасасаң ғой, сен білмейсің ғой ар жағында не болатынын деп күйесің да. Әттеген ай деп күйесің да. Ал кейбір адамдар кішкене бір талпынысы болады. Кішкене оларға бір демеп жіберу керек та. Давай, қолынан келеді. Давай, мынаны істе, мынаны бүйт, сүйт деп, пошагово, кішкене мынандай ретін келтіріп, жолын көрсетіп дегендей да. Өйткені ол жолды, мынандайда, мына жол, мысалы, мен мына жолды өтіп қойдым да. Кетіп бара жатырмын ғой енді. Бірдестен мына жолды өтіп кеткен жоқ ма? Кетіп бара жатырмын. Енді ол адам енді мына жолға түсіп жатыр. Мен ана жолды, мына жерге дейін жолды мен өтіп қойғам да. Сөйтіп мен айтам, ол адам келе жатыр. Мына жақта бір шұңқырлар болады, бір тесіктер болады, мынандай бір жолдың мынандай бір ойығы болады. Сөйтіп мен айтам, әй, мына жақтан кішкене былай айналып өт, былай өт, мына жаққа өт, оңға бұрыл, бүйт сөйт деп, кішкене былай бұрыл деп. Соны жасаған адам, яғни соны естиді да, сондай ма деп, мына жақты кішкене айналып өтеді. Ана шұңқырды, бұрышты бүйтіп айналып өтеді. Ал егер ана адам тыңдамаса, қойшы өзім білем деген сияқты да. Не істейді? Келе жатады, тың шұңқырға құлайды. Сөйтіп ана шұңқырдан шығу керек қой енді. Шұңқыр дегеніміз ол проблемалар, мәселелер. Әркім басында бір проблема, бір не бар ғой, мәселе бар ғой. Без проблема жүрген адам жоқ мына өмірде. Сонда сол шұңқырға түсіп кетеді. Сөйтіп ана шұңқырдан шығу керек қой. Шұңқыр. Сөйтіп ана тырмаланып бүйтіп шығады. Ана қолы деген шаршайды, талады. Қаншама нервісі кетеді, қаншама уақытысы кетеді, қаншама күші кетеді. Өйтіп әйтеуір тырмаланып шығады. Шаршайды. Шалдығады. Түрден тұрғамайды. Сөйтіп қайттан келе жатады. Сөйтіп мен айтам, әй, ана жерде шұңқыр бар ғой, тағы да түсесің ғой. Жоқ, өзім білем. Дейді, немесе, действительно, ана жақта шұңқыр бар екен. Мен соны айналып өтпедім, түстім. Өзім білгенге салдым. Не болды деп ойлау мүмкін. Көрдіңіз бе? Соны айтып жатыр, мен ана жерде шұңқыр бар. Осы жолды мен өттім, мына жақтарды. Мен білемін, мен мынаны көрдім деп соны айтам, бөлсем. Еститін адам болса. Еститін адамдар естиді. Кімге керек, алады. Яғни, кім нені іздейді, соны алады. Сіз де мына эфирден, мына сабақтан, мені көргеннен, мына сабақтан жалпы естіп отқандарыңыздан нені іздеп келдіңіз? Нені іздедіңіз? Соны табасыз, соны аласыз. Мәселе менің айтқандарымда емес, мәселе сіздің естуіңізде. Что вы услышали? Ішіңізде қайсы сөзіме реакция болып жатыр? Қайсы нәрсеге тың бір ете қалды, бір андай деген секілді да, тың етіп бір реакция болды. Вот мәселе сонда. Что вы услышали? Нені естідіңіз? Құлақпен емес. Слышать и услышать — две разные вещи. Есту бар, тыңдау бар, бірақ ішінен тыңдау деген ол басқа нәрсе да. Құлақ асты бітіп тыңдайды, жаңаға менің сөзім текке кетіп жатыр деп айтып жатырмын ғой. Әй, бүйтсей, мынандай техника бар, мынандай әдіс бар, мынау өміріңді өзгертеді. Сен жасашы, жасасай, дәмін татсай ананы десең, я дейді да, жаңағы. Естіп жатыр, бірақ ішіне кіріп атқан жоқ та. Ішіне кіріп атқан жоқ. Сөйтіп сұрайсың ғой, енді не жаңалық қандай десең,
сол баяғыда жүрген менде қандай жаңалық болушы еді, жұмыс, үй, бір қалыпты, бір сарынды, кредит, арасында тойға барып келем, арасында мұнда барып келем. Болды ма деймін да, болды ма, басқа ешнәрсе жоқ па, басқа ешқандай жаңалық жоқ па, бір жаңашылдық жоқ па, өміріңде бір өзгерістер жоқ дейді. Не болушы еді дейді. Ескі әдетпен, ескі ойлау жүйемен адам өзгермейді. Адам өзгеру үшін мынандай трансформация. Ойын, сөзін, әдеттерін, әрекеттерін өзгерту керек та. Сонда андай личность. Бірінші өзгерісті. Вот неден бастарымды білмей деп жүргендеріңіз, өзгеріс. Неге басқалар өзгермейді? Вот күйеуім өзгерсе, тағы кім? Енем өзгерсе, анау қайын сіңілім өзгерсе, анау қайын әпкем өзгерсе, или там кім? Жұмыстағы адамдар өзгерсе, вот сол кезде мен өзгеремін деген оймен жүретін болсаңыз, сол күтіп сарғайып жүре бересіз. Өйткені ол адамдар өзгермейді. Пока сіз өзгермейінше. Енді қалай адам өзгереді? Қалай новый уровеньге шығамыз? Әдет, ойлау жүйе, яғни модель мышления, сөз. Вот осылар ақырын өзгеру керек. То есть ана адам емес, мынандай стрелканы анау емес, стрелканы өзіңе бұр. Вот өзіңе бұрасың. Мен өзгеруім керекпін. Мен. Это уже взрослая позиция. Бұл ересек позициядағы адамның сөзі да уже. Ал, ой, ана өзгерсін да, сосын мен де, конечно, ол өзгерсе мен де өзгерем да, ол өзгерсе, ол жақсы болса, мен де жақсы болам да деген, ол кішкене бір жертва позиция немесе, жоқ, жертва емес, бала позициясы. Сізде де таңдау бар, қараңыздар. Бұны не үшін айтып жатырмын? Жаңағы таныстарымды мысалға келтірдім да. Вот сондай таныстарым бар менің де. Айтасың, бөлісесің, дейді да, құлақтың тысқары. Алмайды да оны, енгізбейді да өміріне, ана дәмін да татпайды. Өткенде ананы істедім ба, мынаны жасадым ба? Қойшы соны дейді. Қойшы, ол техникаң не работает дейді. Ол сабағың туфта дейді. Ол әдіс метод маған жүрмейді дейді. Конечно, жүрмейді. Сондай біріншіден отношенияда болса. Андай талпыныс жоқ та. Мен осылай жүре берем ба? Мен қайтсем өзгерем деген бір талпыныс болса адамда, Алла тағала оған жібереді, мүмкіндіктер жібереді. Негізі мүмкіндік күнде ғой, мына күнде өтіп жатыр. Просто адам көрмейді оны, көрмейді. Многие, смотрите, внимание, многие выживают, не живут, выживают. Өлместің қамын жасап жүр әйтеуір. Өлмейміз әйтеуір деп. Не живут. А жить значит өзіңнің қалаған өміріңді сүру. Өзіңнің қалаған өміріңді сүру. Вот это реально жить, да? Ал сен қандай өмірді қалайсың? Қандай нені армандайсың? Қандай өмірді армандайсың? Қандай болғаныңды қалайсың? Вот соған қарамайды адамдар. Өйткені, ой, қайдағы маған бай болу? Ой, біздің әулетте жоқ ондай. Біздің маңдайымыз, мен маңдайыма жазылған ғой мынандай кедей болу, или там даму деген нәрсе біздің семьяда жоқ ондай. Ты что, мен бүйтіп суырылып қалай мен шығам дейді. Көрдіңіз бе? Ол ескі мышление. То есть ол внутренний голос, яғни ішкі дауыс. Бірақ ол ішкі дауыс сенің ішкі дауысың емес. Этот внутренний голос не твой. Ол ішкі дауыс, ол голос сөйтіп айтып тұрған қайдағы, ой, ол үшін бүйту керек, танысың болу керек, көке жәкең болу керек,
ой, ақша көп болса, конечно, мен де өзгерем ғой, мен өзгеруім үшін маған миллиондар түсу керек, мен жақсы өмір сүруім үшін бүйту керек, сөйту керек деп сондай нәрсені немесе қолынан келмейді, ой, қайдағы, қоя сал, сенен қайдағы миллионер шығады, сенен жаңағы қолынан келмейді деген сөздер, сондай дауыстар естіліп жатса, ол сенің внутренний голосың, яғни сенің ішкі дауысың емес, ол басқалардың дауысы. Басқалардың дауысы миға жатталып қалған. Просто миға соншалықты көп есту арқылы, көру арқылы уже миға жатталып қалған. И соны өзіңнің даусың деп қабылдайсың да сонда. Менің голосым екен, менің даусым екен деп уже қабылдап, это норма, бұл қалыпты жағдай деп қабылдайсың. Бірақ бұл қалыпты жағдай емес, это не норма. Яғни адам өзгере алады. Өзгермеймін деген адамның жаңағы мінезімді өзгерте алмаймын деген адамның тілін кесер едім деп Абай айтты ғой. Өзгермейтін адам жоқ. Бәрі өзгеруге болады. Адамнан кішкене өзінің бір инициативасы болу керек та, бір желаниясы, қалауы, талпынысы, соған қарай. Ақшам көбейген кезде мен бақытты боламын. Немесе мен жақсы жұмысқа тұрып алайын, айлығым жоғары болсын, миллиондап табайын, мен сол кезде финансовыйды, грамотностьты үйренемін, сауаттылықты үйренемін. Қазір мен өзім 100 000 теңге тауып жүрмін, немесе ана теңгені тауып жүрмін. Қалай мен финансовый грамотный боламын, қалай мен бақытты боламын дейді. Қолындағы бар нәрсемен пока сен бақытты болып үйренбейінше, яғни шүкір етіп, бірақ шүкір ету деген ол тоқтап қалу емес. Стремиться надо. Яғни Алланың береріне сену. Сенім. Бізде көпшілікте сенім жоқ, сенбейміз, не өзімізге сенбейміз, не Құдайға сенбейміз, не адамдарға сенбейміз, ешкімге сенбейміз. Сомнение, күмән. Осы нәрсе кімге таныс? Енді бұл эфирде, бұл сабақта не айтқым келеді? Кто хочет роста? Кім дамығысы келеді? Кім өскісі келеді? Кім жаңа уровеньге шыққысы келеді? Кім состояниясын жақсартқысы келеді? Кім күйеуімен қарым-қатынасын жақсартқысы келеді? Ақшаны кім еселегісі келеді? Ішкі халін кім жақсартқысы келеді? Жаңа уровень, новый уровень, яғни өмірдің жаңа деңгейіне кім шыққысы келеді? Сондай адамдар іздеймін. Сондай адамдар бар ма? Сөзім текке кетпес үшін, яғни тыңдалмаған сөз жетім дейді. Стенаға сөйлегендей болғым келмейді. Стенаға жаңағы адамдар естейді, кімге керек алады. И жаңа действительно мынандай работающий методтар, техникалар, әдістер, методтар бар. Сенің тарапынан әрекет істеш, жасашы деп, бірақ сенбейтін, және де ешқандай талпынбайтын адамдарда өкінішке орай, мынандай қазіргі заманда даму, өзгеру, өмірдің сапасын жақсарту деген нәрсе өкінішке орай болмайды екен. Өзімнің практикамнан да көріп жүрмін, қаншама адамдармен жұмыс жасап, соны көріп жүрмін. Соған көзім жеткені, егер адамның өзінің тарапынан талпынысы болмаса, бір хотелкасы, бір желаниясы болмаса, мен қанша жерден айтайын, бүйт, сөйт, мынандай, бұндай, сындай деп, мынау техника, мынау әдіс, мынау техника, мынау метод деп қаншам айтқанмен, егер ол адам естімесе, жасамаса, іштей өзін қаламаса, болмайды екен. Сол баяғы жартас, сол жартас болып қалады екен. Расымен сондай. Өмірден де көріп жүрмін, практикадан да көріп жүрмін. Енді қараңыздар, егер сізде действительно желание болса, қалау болса, сенім болса,
мен болашағым жарқын, мен болашағым молшылықта болады, мен ризықтың келетініне сенемін, мен өзіме сенбесем де Құдайға сенем, өмірімнің жақсаратынына мен сенемін деген сондай адамдар, сіздерді близкий кругыма шақырам. Близкий круг. Яғни, действительно сөзімді тыңдайтын, текке кетірмейтін, жасайтын әдістерді, методтарды, техникаларды, өзімен реально жұмыс жасаймын деген адамдарды шақырам. Келіңіз, менің близкий кругыма, жақын ортама келіңіз. Мен сіздермен бөлісемін работающий методтармен, техникалармен. Яғни оның өзінің дәмін татып көргем, қаншама адамдар, клиенттер дәмін татып көрді, өзгеріп жатыр, өсіп жатыр, өніп жатыр, рахметтерін жаудырып жатыр. Солардың өзгерісін көріп, мен де қуанам. Үйде отырған ана болсаңыз да, жұмыста болсаңыз да, бірақ жұмысыңыз ұнамай, басқа өзіңіздің ішкі қалауыңызды біліп, өзіңіздің жақсы, сильный сторонаңызды, яғни мықты тұстарыңызды біліп, өз миссияңызды анықтап, жалпы өзімен, реально өзімен жұмыс жасағысы келетіндерге құлақтарына алтын сырға. Кто хочет, қолды көтереміз, мен деп жазамыз комментарийде. Келесі, иншалла, шілде айында, 1 шілдеде, 1 июльде бастаймыз жұмысты. 1 апта, 7 күн мен сіздермен жұмыс жасаймын. Мен сіздермен жұмыс жасаймын. Ортақ неміз болады, чатымыз болады. Ол жақта мен өзімде отырам. Сол чатта сабақ болады. Күнде сабақ болады. Күнде сабақ болады. 7 күнде сізде, Құдай қаласа, әрекет етіп, соны бірге бір айтқанды жасап істесеңіз, сізде жақсы нәтижелер болады. Әрине, бәрі Алланың қалауымен. Адамның тарапынан кішкене болса да бір талпыныс болу керек екен. Әрекетті. Кішкене бір әрекет істесеңіз болды, сізге Құдай береді. Просто андай дұрыс әрекеттер жасау керек екен. Дұрыс. Жаңа мен басында айттым, эфирдің басында. Қайтадан көріңіз, қайтадан естіңіз соны. Шұңқырға түсіп кетпес үшін, сол шұңқырға түскен адамдардың тәжірибесін алу керек екен да. Яғни опытын. Сізде таңдау бар, сізде таңдау бар. Мен өзім білем, өзім көремін, өзім жасаймын. Бұл жол, ауыр жол, долгий жол, алыс жол, шаршатып жіберетін. Ал мен предлагать етіп жатқаным, мен ұсынып жатқаным, сіз қараңыз, тиімді, внимание, эффективный жол. Вы экономите времени, энергии, нерв. Яғни, сізде осы нәрсе үнемді болады да. Сіз үнемдейсіз уақытыңызды, энергияңызды, нервіңізді. Қайсы жолды таңдайсыз? Өзіңіз шаршап, шалдығып өткен жол ма? Жоқ, эффективный жолды ма? Таңдау еркі өзіңізде. Комментарийде бөлісіңіздер. Эфирім, сабағым пайдалы болса, лайк басып, парақшаға тіркеліп, бөлісіп қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қоя қойыңыз. Сіздермен келесі сабақтарда жолығамыз. Күндеріңізге сәттілік.